Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, құрметті көрермен. Бүгін біздің Мұнара телеарнасының кезекті бағдарламасы өмір өрнегі. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасының оңтүстік өңіріндегі кеңесшісі, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жанынан құралған республикалық ақсақалдар кеңесінің мүшесі, Шымкент қаласы бойынша әдеп кеңесінің төрағасы, Шымкент қаласында орналасқан Шейх Мұхаммед Садық мешітінің бас имамы Әміре Бекайдар қажы Төлжанұлы. Ассалаумағалейкум ұстаз. Алейкум. Ата. Алейкум, рахматулла. Аллаға шүкір. Біздің студиямызға қош келіпсіз. Өзіңіз жайлы бүкіл ел біледі. Елдің қазіргі уақытта елдің ақсақалсыз, имамдардың ұстазысыз. Сізден әрқашан үлгі, әрқашан өзіңіздің іс-әрекеттеріңізге, өзіңіздің әдебіңізге қарап біз түзелетін жайымыз бар. Алла сізден разы болсын. Арнайы уақыт бөлгеніңізге рахмет. Енді өмір өрнегі бағдарламасында өздеріңіз секілді тұлғалардың өмірінен сыр шертсек па деп отырмыз. Жалпы өзіңіздің өміріңіз дінге арналған, ислам дінін насихаттауда өміріңіз өтуде. Жалпы осы асыл дінімізді насихаттауға, Алланы тануға, діннің тәрбиесін берген ең алғашқы ұстазыңыз жайлы тоқталсақ, кім болды? Қайдан ұстазды, қайдан таптыңыз ол заманда? Жаратушы егеміз Аллаху Субхана Тағалаға шексіз мақтаулар болсын, өмір сыйлады, адам қылып жаратып, бала-шаға бақ-дәулет берді. Ең ұлығы бізге иман, ислам байлығын беріп, намаз, ораза, қажылықтарын нәсіп етті. Сол Аллаға шексіз мақтаулар, шүкірлер болсын. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедке салауат сөйлемдері болсын. Дұрыс айтасыз, Азеке. Біз сол Совет заманының адамдарымыз. Сол уақытта дүниеге келдік. Совет мектебінде оқыдық. Дін атаулы, дін тәрбиесін беретін о кездерде ешқандай ұстаз болмады. Сол елімізде бір молда имам болса, о да қария кісі еді. Негізі менің әкем 1910 жылы туылған, о кісі медресе көрген, Құранды аптасына бір қатын қып тұратын, Пайғамбарымыз саллаллаху өмір тарихын, сираларын бұрынғы ескі жазуларменен оқып, ауылдың қарияларына Пайғамбар саллаллаху өмірін, қыссаларды оқып беріп отыратын, сондай сауаты бар әкеден туылып дүниеге келдік. Бұл да Алланың бізге берген шексіз жақсылығы. Менің алғашқы ұстазым сол өзімнің туған әкем Төлжан. Көзімізді ашқаннан ата-анамыздың намаз оқығаны көріп өстік. Ораза тұтқанын көріп өстік. Ата-анамыз әңгіме қылып айтып отыратын, біздер өте қиын уақыттарда тығылып намаз оқыдық, тығылып ораза тұттық. Сахарлық уақытында терезелерімізді шапандармен, енді ол кезде тұтатын перде де жоқ екен. Түрлі қойдың терісімен тұтып тастап, сәресінің өзін тығылып іштік. Ертеңіне күндіз сондай бір жандай шаптар, қолында наны бар, аузыңды аш, сен оразасың деп аузымызға нанды тығып, оны шайнаған бұл тіліміздің астында ұстап, Құдайдан жылап сұрап, сондай құлшылықтарымызда қиындықпен атқардық деп көп әңгімелеп отыратын. Сол алғашқы әріп танытқан, Құранға түсірген өзімнің әкем. Енді әкеміз өте бір байсалды, жуас, сондай адам болды. Бізге тапсырманы береді, оны қадағалайтын анамыз болды. Анамыз 13 туған, 13-тің 10-ы дүниеден өтіп кеткен. Енді ол кісілер үлкен бір сабыр егесі болған, тағдырға иман келтірген, көздерін ашқаннан қиыншылықта өскен ғой енді. 20-шы жылдар, 30-шы жылдар, одан кейінгі соғыс жылдар, 30-шы жылдарда асаршылық уақыты, одан кейінгі соғыс жылдары.
Сол қиын қыстау уақыттарында әкеміз комбайн айдаған. Енді ол кездегі комбайн, самоход комбайн жоқ, комбайнда трактор сүйрейді. Бір комбайнның өзінде жаңағыдегі тракторисі бар, көмекшілері бар. Бір 7-8 адам бір комбайнда қызмет қылады. Соның жаңағыдегі несі комбайнер ретінде менің әкем. Сол соғыс уақытында да, соғыстан кейінгі ауыр жылдарда да намаздың уақыты келді ма, тоқтатып, дәретін алып, намазын оқып, сосын арғарап бидайын орады, арғарап жұмысын жасайтын еді деп. Қасында қызметте болған, бірге болғандардың маған жолыққан уақытында әкеңіз осындай еді деп бір айтатын жақсы қасиеті осы намаз туралы. Сондай бір бидайды алып, құмырсқалардың ұясына барып салып, Алладан мен үшін дұға қылыңдар, Алла мені күнәмді кешірсін, Алла маған салих перзент берсін деп, сондай жәндіктерге де жақсы қылатын еді. Соларға да жаңағыдай іздеп жүріп құмырсқалардың ұясына бидай салып, мінекей солардан да дұға талап қылатын сондай адам еді деп, менің әкем туралы сондай бір жақсы нәрселерді бірге өмір кешкен, бірге қызметтес жүрген адамдардан сондай бір жақсы қасиеттерін естіп жүрмін. Енді кейіннен өзімізде әкемізбен бірге 40 жасқа дейін өмір сүрдім. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірін оқып жылап отыратын адам еді. Аллаға, оның пайғамбарына өте махаббат байлаған, түнгі тахажжуд намаздарын үзбеген, сондай бір тақуа әкенің қолында өстім. Аллаға шүкір, ағам Али Айдар Бұхараны бітірді. Бұхараның кейін Ташкентдегі ислам институтын бітірді. Абай елді мекенінде, Келес ауданындағы 9 жылдай сол жерде бас имам болды. Сол әкенің тәрбиесі. Одан Ратбек қажы Хазірет өзінің қасына наиб мүфтилік қалып кетті. Алматы облысының бас имамы болып, ол кісі де осы дін жолында қызметте болды. Екі ағайынды, екеуміз де көзімізді ашқаннан көргеніміз намаз, ораза, осы дін тәрбиесі болды. Біздің отбасымызға, қорамызға ішкілік арақ кірмеген отбасымыз. Бірде ағам үйленіп, құдалар келген уақытында бетіп қоржынды ашып атса, жаңылдегі қоржының ішінен бір арақ, бір коньяк шыққан. Анам қатты шошып кетіп, енді ол шишаның сыртынан ұстай берсе болады ғой. Сонша тақуалығы, анаяқтан бір жаман бірінен әкеп, таяқпен түртіп жаңылдегі екі бөтелкені салып, анаяқтағы жаңылдегі қоқыс тастайтын жерге апарып, тастап, жүрегі ұшып, ойбай үйімізге арақ кіріп кетті, бұл не масқара деп. Біздің үйімізге бір марта кірген жағдай осы. Бұлайша еш уақытта жаңағы отбасымызға арақ кірмеген, ағам да мен де өмірімізде ішкілік ішпестен, осында ата-ананың тәрбиесінің арқалында Аллаға шүкір тазалықта өстік. Және анамызды тәрбиеге өте қатал болды, оның өлтірсе де бізге тәрбие жөнінде балаңды аясаң аяма деген қағидамен өмір сүрді. Бірде баламыз 4-ші класс болу керек. Дуалмен қоршалмаған ашық жатқан жер, балдар қауыннан үзіп алды да, маған да біреуін беріп, және сол бір қауынды көтеріп үйіме келгем. Сонда анам сол қауынды жәндегі ұрлық есебі деп, сол қауынды маған ұстатып, артынан шыбықпен сабап тұрып, жаңа үйге апарып қауынды қайтып бергізіп, енді ол кісілер, әй, не қылады дейсің, бұл бір қауынды алып жейді, жоқ деді. Бұл рұқсатсыз алып, бұған бұл жаман әдет болады деп жаңағыдегі маған сол үйден кешірім сұратып, шыбықпен сабап тұрып, қауынды апарып бергізіп қайтқаны әлі есімнен кетпейді. Міне содан кейін балдар қауын ұрлап атса да, бір шетте жеместен отыратын тұғымыз жаңағыда ата-анамыздан қорыққанымыз бар, қатты ескерткені бар. Солай ата-анамыздан тәрбие көріп өстік. Алла ол кісіді рахмын алсын. Әмин. Ата-анаңыздың өмірі сынақтар мен төзімдерге толы екен. Алла ол кісілердің пейішін жарық етсін.
Алла Тағала амалды әбден оңынан етсін иншалла. Өздеріңізде ұрпақ барына Аллаға сансыз шүкір ата. Өзіңізде сол ата бабамыздың, өзіңіздің ата анаңыздың ақ батасының солардың аманатын арқалап, өзіңізде сол кісілердің тәрбиесін армен қарай берді деп білеміз. Сіздің де ұрпақтарыңызды ел біледі. Енді осы атадан, анадан қалған жалпы өсиет қалды ма? Осы үйдегі сіздің отбасыңыздың бір заңдылығы десек те болады. Біздің отбасының заңдылығы ата-анамыздың бізге өмір теңіз, кешіп өтем демеңіз, ізгіліктен жасалмаса, сіздің мінген кемеңіз дейді. Енді біздер бір ең үлкен қағидамыз әрине Алланың ризашылығы, орынбау. Бірақ ең үлкен қағидамыз біреуді ренжітпеу, көңіліне тимеу. Ең ұстанған қағидамыз негізі осы десек те болады. Ата-анамыздың жәндегі көршілермен тату болып, еш уақытта ұрыспаңдар, еш уақытта біреуге зәбір көрсетпеңдер, көңіліне тимеңдер деп санамызда қойып өскені. Осы нәрсені ұсталып қалғанбыз енді. Бұның қаншалықты жақсы жаман екенін, кейде мүмкін қатты айтуда тура келетін шығар, кейде қатты талап қылуда тура келетін шығар. Бірақ негізінде көбінесе біздер сол жұмсақтық жағын, кеңшілік жағын, кешірім жағын қаттырақ ұстанған отбасы болып саналамыз. Алла қуат берсін. Енді Алла қаласа бұл сұрақты Ерсін ұстазға да қоям деп білем, иншалла. Бұл сұрақты енді сізге де қояйын. Сіз өзіңіздің әкеңіз секілді тәрбие бере алдыңыз ба бала шағаңызға? Мен дін тәрбиесін үйде көргенмен, о кезде ешқандай бір кітаптар болмады. Әкемізде кітаптар болды, оқу өте ауыр еді олар. Өте шимақай, біріншіден бір жазылған араб әрпіменен, қатайды, шығатай тілдей ма. Адамның қолынан жазылған кітап баспа емес. Баспа кітаптар, енді баспа кітаптар, қолмен жазылған да бар. Сол кітаптарды да оқытты бізге. Шәд Түренің Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірі туралы жазылған кітабын бала күнімде маған оқытты сол әріптерменен. Бірақ өте мәлімет жалпы аз болды. Өйткені қоғам, совет қоғамы болды. Мысалыға бір аудан, бір совхоздамек, бір ауданда дінге тәрбиеленіп жатқан бала жоқ есебі болды. Аудан бойынша? Иә. Менің ағам Бұхараға оқуға түскен уақытында аудандық партия біздің ауылдағы мектептің тәрбие жәндегі завуштарын, басқаларын шақырып, не деген сұмдық. Мына баланы осындай қараңғылыққа жіберіп, дін оқуына түсіп, қайда қарап отырғасыңдар деп сөгіс беріп, мысалы, сол кісілерге қатты жәбір бергені есімізде. Сонда аудан күйінше, мүмкін күйінше ағам Бұхараға оқуға түскенде сондай жағдай болған. Сонда енді Аллаға шүкір, кейіннен елімізге егемендік келді. Мына Горбачевтың уақытында рұқсат берілді. Сол 90-шы жылдары, 91-ші жылдары бүкіл ел исламға қарап бет бұру қызығушылық болды. Мен сол кезде елде имам тұғым. Ордабасы ауданы Қараспан совхозы деп аталады. Қараспан совхозы өте үлкен совхоз, арғы шеті мен бергі шеті 30 шақырым кіреді. Көп бөлімшеден тұрады. Қазіргі аталуы Төрарық ауылы ғой біздің ауыл. 3 кезеңнен балдар оқыды. Азанғы сәске уақытында келеді 10-15 бала, түстен кейін пешіннен кейін 15 бала, кешке жақын, шамға жақын 15 бала. Сондай балдар оқыды, ішінде озаттары болды. Соның ішіндегі озаты Ерсін, өте алғыр болды. Бәрінен оқ бойы озып, берген тапсырмаларды жақсы орындап, әрине, о кезде мен кішкене балдарға деген талабым да қатты болды. Шәкірттердің арасында балам жоқ, бәрі шәкірт дейсіз? Бәрі шәкірт. Қайта
өз балаңнан қаттырақ талап қылсаң, басқалар да аяғын тартады. Аллаға шүкір, атын атап, санап түгелдемей қояйын. Менен шыққан шәкірттердің қазір көбісі дінде қызметте жүр. Соның бір өз балам ерсін. Аллаға шүкір, я. Екі балам қари, Абдулазиз кішкентайымда қари. Ол қазір Қасекейде білім алып жатыр. 30 жылдан астам өміріңізді 33 жылдай болған екен, жалпы осы имамдық қызмет атқарып жүргеніңізге. Осы уақыттардың ішінде енді атын атап санамайын дедіңіз, шәкірттеріңіздің саны. Енді тірі бар жерде өлі бар. Яғни бұл өмірді ғибрат үшін жаназаға барамыз, қияметті еске алу үшін қабірге барамыз. Осы 33 жыл имамдық өмір тарихыңыз ішінде жобамен қанша мыңдай адамның жаназасын шығардыңыз? Енді бұны шамалап айта алмаймыз енді бұны біріншіден. Бірақ имамдық өмір туралы жас кезімізде имам болған уақытында біздің халқымызда мәйітті жуу үшін имам кіріп, айтып, түсіндіріп, бірге жуысып тұрады. Неше түрлі өліктерді көресіз, әр жағдайда. Кейбір сондай өліктерді көріп, 2-3 күн ұйықтай алмай жүретін кездер болды. Сондай ауыр афат, аварияға ұшырап, денелерін бәрі талқандатып кеткен өліктерді көрген уақытында, мінекей соның бәрін, сол отбасын жылағанмен бірге жылап, соларды жұбатып, сол мәйіттерді жуып, ақ жуып, арулап, соларды соңғы сапарға шығарып шалып жаттық, әрине. Бұл жаназа, былайша айтқанда жүйкеңді тоздыратын, шаршататын, небір боздақтарынан айырылған, небір қимас ата-анасынан айырылған, еңіреп жылап отырған ортада тұрасыз. Оларды сабырға шақырасыз. Енді қазақта мынандай бір сөз бар, кәрі өлсе той деген. Мен осыны халыққа қарсы шығып, өлімнің бәрі бір өлім. Атаң жүзге келсе де, анаң жүзге келсе де, олар өлгеннен кейін қайғы қасірет неге олай деп айтасыздар деп, кейіннен өзімнің сыныптас, бірге өскен жолдасымның жаназасын шығарғанда, өздерімізден жас жігіттердің жаназасын шығарған уақытында бұл әңгіменің сырын ұқтым мен. Кәрі өлсе той дегенде бұлар өлімді той демейді екен ғой. Немере шөбере шүйіп, жасы 90-100-ге келіп, Мамырайхан жақсы уақыттарда бала шағасы соңғы сапарға шығарып сабатыр. Мүнкі сол ретін той деп айтады екен да. Қазақта сол үшін атамдатсаң атамдат, ботамдатпаған деген сөздің мән мағынасын сонда ұқтым да, қазақ сөзді артық айтпайды екен. Бұның түбіне үңілсең үлкен мағына шығады екен. Имамдық қызмет құрметімен бірге ауыртпашылығы да бар. Бұл жерде елдің тәрбиесі, елді игілікке шақыру, ақыретіңді ойлайсың, осы халық тура жол тапса екен деп. Мынау асауатты үйретіп атқанда қант берсең де қолыңды қосып тістейді. Сонда игілікке, жақсылыққа шақырып атқанда да қарсы болатын адамдар болады. Саған ауыр, қиын сұрақтар әдейі қойған адамдар болады. Осы келген жерде шариғаттарыңызды айта бермей, сәл тыныш отыр дейтін адамдар да болады. Әрине бәрін көтеруге тура келеді. Мен Бұхараға оқуға кетіп атқанда ағам шақырып алып, інім, бұл имам болу оңай нәрсе емес. Имам болу бұл көпір. Мынау ағып атқан өзеннің бақытсыздар жағалауынан халықты бақыттылар жағалауына алып өту үшін мынау сарқырап атқан өмір деген өзеннен сен соларды арқалап кешіп жүзіп арғы бетке алып өтуің керек. Ал енді соған көпір боласың. Көпірдің үстінен жақсы да өтеді, жаман да өтеді. Көпір соның бәрін көтеріп жатады. Ертең имам екенде біреу сені құрметтеп алақанына салса, біреу, бұндай да болды.
жап-жас болып қаршада жаназа оқып тұрғаны қарасай деп сыртымыздан сөгіп тұрған адамдардың да сөзін естіп тұрдық. Бірақ соған сабыр қылдық, шүкіршілік қылдық. Сол ағамның өсиеті бойынша көпір болып бақытсыздар жағалауынан елдің бақытты, мәңгілік бақытқа қауышатын жағалауға өтуіне шамамыз келгенше себепші болып тұрдық. Бұны имам болып істеген адамдар біледі. Аллаға шүкір, ниетіміз Алла разышылықшын болды. Мына қартайып, елдің мынандай егемендігі келіп, өсіп өнген, бай бақуатты бір мемлекетте, мемлекетіміз дінді қолдап, халқымыз дінді қолдап, осындай бір жақсы кезеңдерге де жеттік қой, Аллаға шүкір. Алла разы болсын ата. Енді мынаған тоқталсақ, бұрынғы имамдар мен мешіттердің ахуалы мен қазіргі мешіттер мен имамдардың ахуалы қалай? Өзгерістер болды ма? Үлкен өзгеріс. Сонау 90 жылдардың аяғында, 2000 жылдардың басында осы қаладағы мешіттің өзінде, мен істеген мешітте жарық болмады, жылу болмады. Отын табудың өзі қиын болды. Темір пештерді қойып жағып, көк түтіні бұрқырап, сондай бір ауыр кезеңдерді бастан өткердік. Кезекшілеріміз кешке жақын мешітте жаңылдегі сондай соғып болған уақыттарда күндіз мәйітті ораған кезде түнде кезекшілеріміз жамылып жатты. Сондай қиын қыстау кездер болды. Енді Аллаға шүкір, халықтың дінге деген махаббаты, дінге деген ықыласы, құрметі жайлап жетіліп, жақсы күндерге жеттік қой. Енді алғашқы кездерде бір микрофон табудың өзі қиын болды. Соны алғашқы кездерде кітап болса ұстаз жоқ, ұстаз болса кітап жоқ. Мысалы, біз Бұхарада оқып жүрген уақыттарымызда ұстаз хадисті тақтаға жазады. Оны жаңында көшіріп, үлгердің, оны жазып түсіндіреді, өшіріп тастап екінші хадис жазады. Бірақ бір хадис кітап жоқ сонда. Тек тақтаға жазылған хадисті жан ұшырып көшіруге әрекет жасаймыз. Құран кітаптың өзі табылмайтын. Аллаға шүкір, қазір мешіттердің сөрелерінде Құран кітап дейсіз ба, хадис кітап дейсіз ба, қанша мәселе кітаптар дейсіз ба, рухани тәрбие кітаптар дейсіз ба, фәтуа кітаптар дейсіз ба, мына діни басқармадан келіп жатқан небір, осының бәрі Аллаға шүкір қазір толып тұр да. Енді о кездерде адамдар бір кітап тапса бір-біріне ауысып, құрады көшсе сүйіп, көзде сүртіп, алғашқы жаңағы халифа Алтай атамыздың аударма кітаптар келгенде жұрт сондай жылап, оны қарсы алып. Сондай ауыр кезеңдер болды ғой. Енді Аллаға шүкір, қазір мешіттер жылы, жайлы, қызылды жасыл кілемде. Жаздың күндері салқын кондиционер, қыстың күндері жылы еден. Дәретханалардан жылы су ағып тұр. Бәр жағдай жасалып қойған, тек ниетіңді сорлап, жүзіңді қыбылаға бұрып, Құдайдан жылап, кешірім сұрап, құлшылығыңды жасауға Аллаға шүкір барлық жағдай жасалған. Діни басқарманың қолдауы, мемлекеттің қолдауы. Тек енді халқыма, намазхандарымызға, Алла мұсылмандарымызға ынтымақ береке болып, Қазақстанның қара шаңырағы діни басқарманың астында жиналып, еліміздің бірлігіменен, тірлігіне ынта ықыласпенен қызмет қылсақ, иншалла үлкен жақсылықтарға жете береміз, Құда қаласа. Алла разы болсын. Осы кезекте өмір өнегі бағдарламасының соңғы сәттеріне, соңғы минуттарына келіп жеттік ата. Өзіңіздің атыңыздан, арттан өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа бір насихатыңыз болса. Бұл дүниедегі ең ұлы бақыт та, байлық та, ең терең мағына да бұл жаратушы екенін тану ғой. Жаратушы екенін тану. Бұл әлемнің егесі бар. Бұл әлемнің егесі бар. Оны ғылымда мойындап жатыр.
Сондықтан да ғалымдар айтады ғой, осы бір 5-6 сұраққа жауап тапсаң, 2 дүниелік жәндегі сұрақтың жауабын табасың дейді. Бұл дүниеге қайдан келдім, не үшін келдім, ертең қайда барам, бұл өмірден кейін өмір бар ма, өз күштілігімен бұл дүниеге келіп түр сипат балашаға бағлаулет жасап алдым ба, енді өз күштілігімен соны мәңгілікке сақтап қала алам ба. Алланың қалауымен келдің, Алла берген түр сипат бағлаулет балашағымен өмір сүріп атсын, Алланың қалауымен ертең кеш пе жарық дүниеден ақыретке көшу бар. Бұл Алла қойған заңдылық. Сол үшін ғалымдар айтады ғой, өліп қалу қасірет емес. Өйткені пайғамбар да өлген, патша да өлген, молда да өлген, атақты дәрігер өліп жатыр. Онда өліп қалу қасірет болмаса, не қасірет дегенде, осы қайдан келгені, не үшін келгеніне бір жауап іздеместен дүниенің құлы болып, дүниеден өтіп кету қасірет дейді. Сондықтан да бүкіл халқыма, жастарға айтарым, жаратушы екесін, оның пайғамбарын танып, иман исламда ынтымақ берекеде, отанын, елін, жерін, халқын сүйіп, сондай бір өмір кешсе 2 дүниенің бақытына жетеді, иншалла. Сондықтан да мынау бұрынғы ата-бабаларымыз айтады ғой, мал дүние байлық тұзды судан аумайды, қанша ішсең де қаталап оған шөлің қанбайды дейді. Өйткені мал дүниеге тойған адам болған емес. Енді жүрегіңе рахат, жан дүниеңе қанағат, ойыңа сабыр, бүкіл жақсылықты осы дін арқылы аласың. Дін арқылы адамдық сипат ұстап тұрасың. Сондықтан да сыйлы ата-ана болам десең, сыйлы жар болам десең, құрметті көрші қонақ боламын десең, бір-біріңе адал болам десең, осы дін жолын ұстансаң, соның бәрін бізге көрсетіп, тәрбиелеп білетін осы Алланың шариғатына бет бұрса, арамнан алыс болып, адалға жақын болып, осы қағиданы ұсталса, 2 дүниенің бақытына жетеді деген үміттемін, иншалла. Баршамызға 2 дүниенің бақытын Алла нәсіп етсін. Арнайы уақыт бөліп келгеніңізге Алла сізден разы болсын. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің қонақ ұстаздардың ұстазы Әміре Бекайдар қажы Тойжанұлы болған. Алла баршамыздың естіп білгенімізге амал етуді нәсіп етсін. Біздің бағдарламада келесі кездескенше баршаңызға ассалаумағалейкум.